Көктемгі су тасқынынан халықтың көңілі әлі күпті болып отыр. Волонтерлік ұйымда қарап жатпады, су тасқыны бола қалса шұғыл әрекет етудің бірыңғай стандартын әзірлеуге кірісті. Еріктіге төтенше жағдайда жедел жәрдем беруге үйретіп жатыр. Тақырыпты әріптесім Инара Барсақбаева тарқатсын. Былтыр 100-ден аса елді мекен топан су астында қалды. Апаттан зардап шеккен ағайынға тек мемлекеттік мекеме мен құтқарушылар ғана көмектескен жоқ. Еріктілер де жұдырықтай жұмылды. Соның бірі павлодарлық Эльдар Захаров. Ассамблея жастары ұйымының белсендісі. Солтүстік Қазақстан облысына көмек керектігін естігенде еш ойланбастан бірден аттанды. Мне звонят. Олар маған телефон соғып, Елдар, сен 10 минуттың ішінде жиналып, су тасқынының салдарын жоюға баратын адам керек деді. Бірнеше минуттан соң газельмен жолға шықтық. Кәдімгі ұрыс жағдайындай болды. Жедел жәрдем жұмысына араласып, қолдан келгенше көмек беруге тырыстық. Былтыр павлодарлық еріктілер аз уақытта 100 тоннадан астам гуманитарлық көмек жинат. Тасқыннан зардап шеккендерге азық-түлік, киім-кешек, төсек орын, дәрі-дәрмек жеткізді. Более 200 волонтеров. Қазіргі таңда 200-ден астам азамат төтенше жағдайда волонтерлік көмекке әзір тұр. Ерікті болудың өзге де бағыты бар. Облыстағы 1000 волонтер елде болған жағдайға бейжай қарай алмады. Мәселен, былтыр тасқын кезінде көлігін тегін ұсынған кәсіпкерлер де болды. Волонтерлік ұйым су тасқыны кезінде әрекет етудің бірыңғай стандартын әзірлеуге кірісіпті. Бұл зардап шеккен ағайынға көмек берудің тиімділігін арттырса керек. Апат кезінде көп жағдайда халық үрейге бой алдырып, тасқынға қалай тойтарыс беретінін білмейді. Сол себепті еріктілер шұғыл жәрдем беру дағдыларына үйреніп жатыр. Случается психологический сбой. Еріктілердің моральдық психологиялық тұрғыдан көмек көрсетуіне баса назар аударамыз. Сол сияқты дәрігерлер жеткенше алғашқы медициналық жәрдем беру де маңызды. Біз волонтерлерге төтенше жағдайға дейін және одан кейін қалай әрекет етуді үйретеміз. Біреуге жақсылық етсең, сол жақсылығыңды міндет етпе. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің осы бір айтқан сөзін еріктілерде көкейге түйсе керек. Көмекке мұқтаж жандарға тек шын ниетпен жәрдемдесуді көздейді. Былтыр болған табиғи апатта павлодарлық еріктілер бірліктің күшімен кез келген қиындықты еңсеруге болатынын дәлелдеді. Инара Барсақбаева, Айбек Ғазиз, Сабит Наурызбаев, 7-ші арна.